Баршаңызға қайырлы күн. Қазір баклажан мен кабачоктың науқаны басталды. Сондықтан кабачковый торт жасаймыз. Оған керегі кабачокты үлкен үккіштен өткізіп аламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Одан кейін бәрін араластырамыз. 10-15 минут қойып қоямыз суы шығу үшін. Ол уақытта укропты турап қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін суы осындай сөлі шығады кабачоктың. Менде дұршылақ болмағандықтан қолыммен жақсылап сығып алдым. Дұршылақтарыңыз бар болса, дұршылақпен сығып алыңыздар. Бәрін жақсылап сығып болғаннан кейін 3 жұмыртқаны жарып, жаңағы кабачкимізді қосамыз. Тұз салмаңыздар, тұзы жеткілікті. Одан кейін жаңағы тураған укропымыздың жартысын саламыз. Одан кейін 5 ас қасық ұн саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін қызып тұрған табаға шамамен 2 ас қасық сұйық май құямыз. Содан кейін шамамен 5 ас қасықтай кабачокты саламыз, блин жасаймыз. Блиннің әр жағын шамамен орташа отта 2-3 минут пісіреміз. Кабачок пісіп болғаннан кейін енді жақпасын жасаймыз. Ол үшін 100 грамм майонез алдым. Оған 100 грамм қаймақ қостым. Орташа 3 тіс сарымсақты алдым. Бәрін үккіштен өткіздім. Туралған укроптың жартысын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді араластырып болғаннан кейін помидорды тураймыз. Жұқа қылып. Енді тортты жинаймыз. Ең бірінші кабачокты жинаймыз. Одан кейін майонез бен қаймағымыздың салмасын жағамыз. Помидорды бетіне қоямыз. Оның үстіне қайтадан жаңағы кабачогымыз саламыз. Осындай біртіндеп жинаймыз. Бәрін жинап болғаннан кейін 3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын.